Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен лимон дәмі бар печенье пісіретін боламыз. Ыдысқа қант, лимон цедрасы, лимон шырыны және жұмыртқаны салып, миксермен араластырамыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды салып, араластырамыз. Миксерді тоқтатып, разрыхлитель, куркума және ұнды салып, илейміз. Куркуманы печеньеге әдемі сары түс беру үшін қосамыз. Егер сіз қаламасаңыз, қоспай-ақ қойсаңыз да болады. Әрқайсысын шамамен 25-28 граммнан алып, домалақтап, қант ұнтағына аунатып, противенге тіземіз. Алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште 25 минуттай пісіреміз. Печеньелер дайын. Иісі мұрын жарады. Дәмі де жақсы. Аздап лимонның дәмі бар. Бұл печенье анама қатты ұнады. Аман сау болыңыздар.